Бәріне сәлем. Бізге бұндай горох сорпасын дайындау үшін бірінші кезекте салқын суға керекті мөлшерде етті салып, барлық ет суға батып тұратындай етіп, су құйып, бетін жауып қайнатамыз. Суымыз қайнай бастаған кезде еттің бетіне осылай көбіктер шығады. Бұл көбікті міндетті түрде жинап алып тастауымыз керек. Біздің етіміз пісемін дегенше басқа өнімдерді қуыра берсек болады. Қызып тұрған майда бірінші пиязды салып, майдалап туралған пиязды қызарғанша қуырып аламыз. Оның үстінен сәбізді салып, екеуін бірге қуырамыз. Мен бірінші пияз, сәбіз, тәтті бұрыш, картоп және де помидорды майдалап турап дайындап алдым. Пияз бен сәбіз біркелкі қуырылғаннан кейін үстінен тәтті бұрышты салып, тағы да қуырамыз. Менде қысқа дайындалып қойған осындай қатырылған өнімдер бар, соларды да қосуды жөн көрдім. Ал егер сізде жоқ болса, қызанақтың орнына кәдімгі томат пастасын салып, бірге жасай берсеңіз болады. Барлығын бірге бұқтырып пісіріп алдық. Енді оның үстіне дәмдеуіштеріңізді өз қалауыңызша сала беріңіз. Кез келген приправа, лавровый лист болсын. Мен бұл жерде қара бұрыш пен паприка ғана пайдаландым. Дәмдеуіштеріңіздің дәмі бір-біріне сіңгенге дейін кішкене 5 минут ұстап, одан кейін дайын болған массамызды еттің үстіне салатын боламыз. Еттің пісу уақыты әркімде әртүрлі болады. Толық піспей ет шамамен жұмсара бастаған кезде үстіне массамызды сала береміз. Міне барлығын салып болдық. Енді сорпаның тұзын көріп, керегінше тұзын салып, оның үстінен горохты салатын боламыз. Мен горохты 5 сағат бұрын тазалап, жуып, осылай суға бұқтырып салып қойдым. Бұл оның тез пісуіне, жұмсақ болуына көмектеседі. Енді горохты сорпаның үстінен салып, барлығын бірге пісіреміз. Біздің етке барлық өнімнің дәмі сіңіп, әбден етіміз пісіп болғаннан кейін оны бөлек сүзіп алып, мен етті турап, қайтадан сорпаның үстінен салдым. Ет пісіп болғаннан кейін біз картопымызды сорпаның үстіне қосып, барлығын бірге пісіре берсек болады. Картопты ерте салатын болсаңыз, ет пен горох пісіп боламын дегенше ол езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан да горох пісуге аз уақыт қалған кезде және ет пісіп болғаннан кейін салуға тырысыңыз. Біздің ет өте жақсы піскен, қатты жұмсарып, сорпадағы бар дәмдеуіштің дәмі сіңіп, туралған етті сорпаның үстіне салып, бір 5 минут ұстағаннан кейін горохты көріп, егер горох піскен болса, болды, біздің тағамымыз дайын. Горох піскен кезде өзі кішкене ісініп, және ортасынан жарылып, піскені көрініп тұрады. Егер де горохты ертерек суға салып бұқтырып қоятын болсаңыз, ол өте тез піседі. Ал бұқтырмай-ақ бірден пісіремін десеңіз, онда көбірек уақыт алуы мүмкін. Міне біздің сорпамыз дайын болды. Бұл өте пайдалы. Дәл осы рецептпен тағам дайындап, жақындарыңызды қуантып тұруға кеңес беремін. Сіздермен болған Айкерім. Арнаға жазылып, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.